И бұл тректі маған жазу керек болды. Негізі мен концертте айтпаймын деп ойлағам, бірақ мен бір нәрсе үшін ғана айтайын тұрмын бұл тректі. Әкелері, аналары бар жандар. Қазір мүмкіндік бар кезде әкелеріңе жақсы сөздер айтыңыздар. Сіздер жақсы көретіндеріңізді айтыңыздар. Біз енді еркекпіз да, әкелердің мысы басып кетеді да, біз айта алмаймыз ол сөздерді, бірақ өкінетін бір-ақ нәрсе болады, неге айтпадым екен деп. Сондықтан қазір менің айтылмаған сөздерім сіздерге орындап беремін. Мен шын айтайын, мен өлеңді живой айта алмаймын. Мен плюс қосайын, үстіне қосылып тұрайын, айтып эмоциямды ала алмайтын сияқтымын. Барлық менің марқұм әкемнің құрметіне. Бір жанып бір күйе дегенді қызығымды көрсетер медім. Көп еді арманым саған кеп жан жарым, сәлем салса деп едім, бірақ үлгермедім. Көп сөздер айтылмады, көп сөздер айтылмады, құшағым ағысып айтар едім бәрін. Бұл енді осы тұста қатты бір сағынышта, айта алмаған сөздерді айтатын бір әнім. Мен шынында мақтанам сендей ердің ұлы болғаныма, әр сөзіңді жаттағам менде айтып берермін олыма. Алғыс айтам біз үшін отбасыңа, қорғаныңа. Осы бір сөздерді айту бұрын сонша қиын болғаныма. Болса да естемін, әкесіз өспедім, еркелетім, ержеттім, көз алдыңда шүкір. Анашымда жалғыз, болмағанына алғыс, барлық қиындыққа төз алдыңда шүкір. Білесің, шынында мен шүкір етем, сенің тәрбиеңді алмасам не істейді екем. Кезінде өзінше ой папа қойшы десем де, айтқан ақылыңның бәрі есімде өшпейді екен. Бірақ несін жасырам пап, қатты сағынам, өзіңе тартқан білесің барлық жағынан. Анашым мен әпкелеріме өзім бас көз болам, енді тек жұмақ күтсін сен әке алдыңнан. Сені жақсы көрем, сені жақсы Тұрарға қошеметтеріңіз. Мен бұл өлеңді айтуым себебі мен бір-ақ нәрсе үшін. Өздеріңіздің ата-аналарыңыз бар кезде, қазір үйге барыңыздар, шыққаннан кейін звондаңыздар, айтыңыздар.
мен сендей ердің ұлы қызы болғаныма мақтанамын. Өйткені мен ешкімді сүймеймін шығарған кезде маған талай қыздармен балдар жазды. Менің әкем мен шешем ажырасып кеткен деп ше. Сендердің әке шешелерің бірге болғанның өзі батырлық. Сендерді ешкімнен кем қылып өсірген жоқ. Сондықтан әке шешелеріңізге менің өтінішім, айтыңыздар, жақсы көремін деп. Ол қиын болса да айтыңыздар, кейін өкінбейсіздер. Рахмет үлкен. Тыңдарманымызды шапалақтаңыз, жүректен